істегем әйтеуір. Ой, кете береді ол. Ол бір жаңағы басы ғой. Ай, не бір байлар тұрады алға. Иранда бір жаман ауырады. Іші. Соны күн айтқан ғой. Оны білмеймін, сол ауырған кезде бірден скорый шақыр. Ана нәрсені алып тастау керек деген ғой. Енді қай күні қатты ауырды. Енді скорый шақырақса шақырттырмайды, ана операция жасайды. Бірақ бір тоқпақтай бірдеме келіп, асқазанның аузына келеді, атына барады, тіндігіне келеді. Құдай. Айтпай шақыру керек шығар скорыйды. Оны өзі келісіп отыр ғой, келістірмейді. Үлкен адамдарға жасап жатыр ғой. Оны қорқады. Сосын бірдеме ауырмайды, бірдеме қылдырады, оны қайрат етеді, көп пайдалана беруге болмайды дейді оны. Ол ана жүрекке. Бірақ енді амал жоқ, соны не қылдырады. Ол жүрекке, басқаға әсер етеді ондайлар. Оны көп ішпе дейді ғой. Ауруды тез қойдыратын дәріні көп ішпеу керек екен. Бауырға зиян екен. Светофордың бәрі жоқ қой шырағым. Кеше пойызда да осындай кондер. Ыстық білінбейді жақсы. Дәулет видеоға түсіріп келе жатыр. Жаңа Қызылорданы да түсіріп келді автобустың ішінде. Хасановкада тұрсақ маған адресті салады. Ой, алдай балдардікі бір құпия. Ой, бәрі сол болды қазір. Не заман